Nvidia негізін қалаушы Jensen Huang жақында былай деді. Бүгінде Қазақстан мен Армения өз үйінде жасанды интеллект жасауға мүмкіндік беретін инфрақұрылым құрып жатыр, деп мәлімдеді. Бұл жай мақтау емес. Әлемдік AI көшбасшысы Қазақстанды жаңа экономиканың есептеу базасын жасаушы елдердің қатарына қосты. Екібастұзда Firebird пен Қазақтелеком 100 миллиард долларлық дата-центр Valley жобасын қолға алды. Мұнда Nvidia-ның 100 мың озық процессорынан, соның ішінде GB300 және Vera Rubin тұратын есептеу кластері құрылмақ. Алғашқы қуаты 125 мегаватт, болашақта 1 гигаваттқа дейін кеңейеді. Бұл жоба Қазақстанға әлемдік экономикада жаңа рөл береді. Кеңес заманында Екібастұз тек көмір қазып жалаң энергия өндіретін. Енді біз сол өнеркәсіптік базаны келесі деңгейге көтереміз. Екібастұздың энергиясы ертең жасанды интеллектіні оқытып, жаһандық нарыққа есептеу ресурстарын шығарады. Шикізат экспортының орнына қосылған құны жоғары технологиялық сервис. Үкіметтің бағалауынша бұл жоба жылына 3 миллиард доллар табыс әкелуі мүмкін дейді. Әрине, 2022 жылғы жылу электро орталығындағы апаттан соң қала мұндай нысанды көтере алады ма деген заңды сұрақ туады. Мұнда халықты жылусыз қалдырған қалалық жылу электро орталығы мен дата орталықты тікелей қуаттайтын ГРЭС-1 және ГРЭС-2 станцияларын шатастырмау керек. 125 мегаваттық алғашқы кезең үшін 300 мегаватт қуат дайын тұр. Жеке қосалқы станция мен жаңа желілер қарастырылған. Дегенмен 2022 жылғы апат үлкен сабақ. Дата орталық тек үлкен генерацияны емес, үзіліссіз сенімді инфрақұрылымды талап етеді. Бұл бүкіл энергетика саласы үшін үлкен емтихан. Бұл лентасын қиып, ұмытып кететін нысан емес. Мұнда нақты тізбек бар. Екібастұз энергия береді, Қазақтелеком байланыс тартады, Firebird есептеу қуатын орнатады, ал Nvidia технология ұсынады. Жоба ақш сауда министрлігінен экспорттық рұқсат алып үлгерді. Қазақстан өзінің арзан энергиясымен ауқымды жерін пайдаланып, бөтен технологияны тұтынушы емес, жасаушы болмақ. Екібастұздағы дата орталық жалаң ғимарат емес, үлкен экожүйенің негізі. Ғалымдар мен бизнес құпия деректерді шетелге бермей-ақ өз AI модельдерін жасай алады. Жасанды интеллект қазақ тіліне, медицина мен өнеркәсіпке бейімделеді. Сонымен қатар тұрақты энергия іздеген әлемдік IT компаниялар үшін Қазақстан тартымды орталыққа айналады. Біз әлі AI бәйгенің жеңімпазы емеспіз, бірақ көштен қалғанда жоқпыз. 21 ғасырда есептеу қуаты мұнай мен темір жол сияқты стратегиялық ресурс. Тәуелсіздік жылдарында не салдық деген сұраққа енді жаһандық әлемге цифрлық көпір салдық деп жауап беруге болады. Кеңестік көмір орталығы болған Екібастұз енді тәуелсіз Қазақстанның есептеу орталығына айналады. Бұрын тек энергия өндірілген жерде енді интеллект өндіріледі.